Мұның айқын мысалы 1930 жылдардағы Қазақстанда болған ашаршылық миллиондаған адамдардың өмірін қиған. Қазақстанда бұл тақырыпта ғылыми зерттеулер жүргізілмесе де, ұрпақтардың өміріне осы жағдайлардың әсер еткені анық. Тағы бір мысал 1941-1944 жылдардағы Ленинград блокадасы. Профессор Борис Рачков осы тақырыпты зерттеп, блокададағы синдром деген ұғымды енгізді. Бұл аштықтан аман қалған адамдардың балалар мен немерелерінде семіздік, қант диабеті, жүрек және буын аурулары, қан қысымы ауруларының жиі кездесетінін анықтады. Бұл құбылысты 1944-1945 жылдардағы Нидерландтағы аштық қысы феномені кезіндегі зерттеулерде дәлелдеді. Аштық кезінде дүниеге келген балалардың ересек шағында семіздікке, қант диабетіне, жүрек және буын ауруына шалдығуына ықтималдығы жоғары болды. Олардың организмдері энергияны үнемдеп, май қорын жинауға дағдыланды.